Бұл видеода сіздерге рабочий столдағы документтерді қалай басқа дискке сақтауға болатынын көрсетем. Мысалы дискдіға, егерде сіздерде рабочий столда документтеріңіз көп болса, дискісі толып, системный диск, ол система зависать ете бастауы мүмкін. Сол үшін, мысалы, система сізде мына дискдіда тұрса, оны рабочий столдағы документтерді мына дискдідағы дискке сақтауға болады. Ол үшін не істейміз? Ол үшін проводникке кіреміз, немесе мой компьютерға кіреміз. Сол жерде рабочий столға басамыз, оң жақ мышканы свойствоны басамыз. Свойствоның ішінде расположение деген бар. Осы расположениеге басасыздар. Расположение мынау сіздің қай дискте, қай жерде, рабочий столдың қай жерде сақталып тұрғанын көрсетіп тұр. Осыны переместить басасыздар. Осы жерде мой компьютерді таңдайсыздар. Мой компьютердің ішінен бізге дискдіні таңдау керек. Қазір рабочий стол диск С-да сақталып тұр. Дискдіні таңдаймыз. Осы жерде папка создавать етеміз. Рабочий стол, мысалы. Рабочий стол. Рабочий стол деп создавать етесіздер да, выбрать папку дейсіз. Осы жерде енді применить окейді бассаңыз, бүткіл мына рабочий столдағы документтер дискдіға көшеді. Мен қазір даны баспаймын, өйткені менде диск С-да орын жетеді, пока мен ауыстырмаймын.